Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жаңға Дауа каналы. Пайдалы ақпарат соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Кикоты туралы аңыз. Ертеректе кикоты шөбін шай қылып демдеп ішіп, қан қысымын қалпына келтіреді деп айтатын. Көбінің кикотымен ыстап берген қымыз мұрынды жаратын. Осы шөп жайында аңызға тоқталсақ. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол киік атып күнелтеді екен. Бірде бір киіктің соңынан қуалап, ауылдан ұзап кетеді. Бір кезде күн қарайып қой улана түседі. Аңшы амалсыз далада түнейді. Түнде аяз тұрады. Бүрсеңдеп жатқан аңшыға суық тиеді. Таң атқанда денесі қызып әлсіреп, орнынан тұра алмайды. Маңайында көмек сұрар бірде-бір пенде жоқ. Амалсыз тағдырға мойынсұнып жатады. Бір кезде қасына киіктер келеді. Олар аңшының кикоты таулы жерлерде қалың шабындық арасында өсетін өсімдік. Қызғылт ұсақ гүлдері бар. Халқымыздың көшпелі тұрмысы оны шай ретінде ерекше бағалайды. Тамырымен жұлуға болмайды. Оны ашық күндері жинаған жөн. Кикотының құрамында жүрек жұмысына өте қажет селен өте көп болады. Бұдан басқа оның құрамында эфир майы, аскорбин қышқылы және тағы да басқа қажетті заттар бар. Киік отының көмегі. Кәдімгі киік оты, орысша душица. Ертеректе әжеміз шай сияқты демдеп ішетін. Қант пен бал қосқан тәтті шайға үйренген біз шөптің дәмі мен иісіне мұрнымызды тыржитушы едік. Бүгінде сол шөптің арқасында еңсені басқан зіл денедегі ауырлықтан құтылдым. Киік оты дәрі болмайтын дерттің түрі кем-де-кем. Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы ем. Тері ауруымен ауыратындар киік отының бұлауына түссе, құлан таза айығады деп отырушы еді әжем. Рас екен. Қайсы бір жылы жиеншарымыздың қолының терісі қабыршықтанып, жара басып кетті. Оны дерматологтар экзема деді. Экзема деген оңайлықпен кете қоймайтын тері ауруы. Әйтсе де киік оты оған ем болды. Шөпті қайнатып, сол суға қолын салып отыратын. Шай сияқты демдеп, аз-аздан ішкізетінбіз. Жиеншарым содан жазылды. Халық арасында жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда киік отын тез шығаратын дәрі ретінде кеңінен қолданады. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі 15 грамм ұнтақталған өсімдікті бір стакан қайнап тұрған суға салып 20 минут тұндырады. Бір қасықтан күніне 3 рет ішеді. Киік оты мамыр айынан бастап тамыз айы аралығында гүлдейді. Оның жер бетіндегі бөлігін гүлдеген кезде жинап алады. Киік оты жайлы ақпаратымыз пайдалы болды деген сенімдеміз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, бізді қолдап кетіңіздер. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады.